Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз автосон тесттерін талдайтын боламыз. Бұл бізде жаңа сұрақтар. 96-шы видеомыз тестілді бойынша. Осының алда 95 видеоны YouTube арнаға салып қойдық. Егер де көрмегендеріңіз болса, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Барлығы YouTube каналда тұр. Және де бізде қазір ең басты проблема оқыды деген қағаз сұрап жатыр, автосондарда. Сол оқыды деген қағазды сіздер бізден ала аласыздар. Бізде 2 аптада алсаңыздар болады, және 2 ай 15 күн. Ең аз дегенде 2 аптада аласыздар, ең ұзағы 2 ай 15 күн ішінде оқыды деген қағазды алатын боласыздар бізден. Ол қағазды сіздер автосонға барып, осылай тест тапсырып, вождение тапсырып, тапсыра алмайсыздар, в общем, праволарыңызды ала алмайсыздар онсыз. Қазір енді сәуір айынан бастап сондай заң шықты. Және де тест сұрақтарында сатып алсаңыздар болады, осындай сайтта дайындаласыздар. 100% келеді бұл тесттер, даже 200% деп гарантия бере аламын. Және жаңағы оқыды деген қағаз бар ғой, соны алған жағдайда сіздерге тест, автодром барлығы сыйлыққа беріледі. Тек оқыды деген қағаз. Ал тест сатып алсаңыздар, тек қана тесттің өзі берілетін болады, құрметті достар. Бағалары өте тиімді. Сіздерге акция жасап беретін боламын. Акциямен берем. 1 ай алсаңыздар, 1 ай сыйлыққа беріледі жаңа тест сұрақтары. Егер де қызықтырса, комментарийда WhatsApp нөмір болады, соған жазыңыздар. Ендеше тестімізді бастайық. Бірінші сұрақ: сүйрету кезінде сүйрететін автомобильде жолаушылардың болуына рұқсат етіледі ме? Әрине, рұқсат етіледі, иә. Неқта бізде шықпаса болды деп, қатты тіркемеде, иілгіш тіркемеде болады деп. Негізі рұқсат етіледі жалпы. Иә, жауап дұрыс. Бізде келесі сұраққа өтеміз. Так, мен мынаны сөндіріп жіберсем. Так. Келесі сұраққа өтеміз. Бізде интернет желісі сәл қуып жатыр. Бұл жағдайда қандай көліктің жүргізушісі трамвайға жол беруі керек? Әрине, 2 автокөлікте жол береді, бұндай жағдайда. Трамвай басымдығы бар бұл жағдайда. Басымдығы бар енді. Так, үшінші сұрақ. Жарқылдақ маягы іске қосылған автокөлікке қай бағытта қозғалуға рұқсат дейді. Бұл жағдайда бізде жарқылдақ маягы бар, да? Тек қана бұл жағдайда бізде оңға рұқсат етіледі. Оңға. Жасыл бағдаршамға бағынсақ, егер де. Тек солға және оңға, тек оңға кез келген бағытта. Жарқылдақ маягы бар. Негізі солға және оңға, да? Знакты көріп тұрса. Ал жарқылдақ маягы болғасын кез келген бағытта шығады, иә. Шұғыл қызметтік тапсырманы орындап жатыр, иә, бұл автокөлік. Автокөлік дептім ғой, яғни автокөліктің ішіндегі адамдар. Сондықтан кез келген бағытта рұқсат етіледі. Келесі сұрақ 4. Осы жол белгілері нені талап етеді? Бұл жағдайда бізде ештеңе талап етіп тұрған жоқ, өйткені жаңбыр жоқ, ылғалдық жоқ асфальтта. Сондықтан бағынбайды бұл жағдайда. Негізі былай ғой, 40 км/сағат астам жылдамдықпен қозғалысты талап етеді, иә? Егер де мына үсті ылғал болса, мына жаңбыр емес, ылғал болса асфальт. Ештеңе талап етпейді. С варианты бізде дұрыс. 5. Тура бағытта, мінекей, мынандай ылғал болу керек қой, мінекей, жаңбыр жауып деген сияқты. Тура бағытта қозғалып келе жатқандағы сіздің әрекетіңіз дейді. Бізде оңға қарай бұрылайын, солға қарай бұрылайын тұр, иә, жүк автокөлігі. Сондықтан, так, біз оған жол бермейміз, өйткені біз басты жолдамыз. Ол да басты жолда. Біз тіке бағытта кетеміз, ол солға қарай бұрылады. Біздің басымдығымыз бар, иә, біз тура жүретін болғасын. Қиылыста бірінші болып жүріп өтеміз, иә. А варианты дұрыс. Жүргізушілердің қайсысы ереже бұзуда дейді. Так. Ол жағдайда бізде кіп бұзып тұр, иә. Көк автокөлікті қарасақ, бізде үзік сызықтан кері бұрылып жатыр, иә. Ол енді дұрыс. Ал сары автокөлік ол бізде бір сплошной линияны кесейін деп тұр. Сондықтан бізде бірінші автокөлік жүргізушісі ереже бұзып тұр. Бірінші, иә. Тек бірінші жүргізуші. Түсіндір алдым ба, құрметті достар? 7. Сізге көрсетілген орынға аялдауды жүзеге асыруға рұқсат етіледі ме дейді. Трамвайдың жолына біз аялдаймыз ба не? Тыйым салынады, иә? Кейдері келтірсін, кейдері келтірмесін. Осында оңай сұрақтар бар арасында.
Осы жағдайда көлік құралдары қиылыстан қандай реттілікпен жүріп өтеді? Қандай реттілікпен дейді. Бізде былай бұл жерде. Біз басты жолдамыз, жүк автокөлігі бізге жол береді негізі. Трамвай, жүк автокөлігі, жеңіл автокөлік, трамвай, жеңіл автокөлік, жүк автокөлігі. Жүк автокөлігі, трамвай шар бірінші. Ой. Так. Бұл жерде неден қате жібердік? Оқишы. Бағдаршам сары немесе қызыл сигналы бір мезгілде қосымша секция қосылған көрсеткі бағытында қозғалыс кезінде жүргізуші басқа бағыттарға қозғалатын көлік құралдарына жол береді. Тиісінше трамвай мен жеңіл автомобиль жүргізушілер жүк көлігіне жол беріп қиылыстан. Бұл жерде бізде қателігіміз, яғни бізде қосымша жанып тұр да бұлар. Сондықтан біз жанымыздағы көліктерге барлығына жол беруіміз керек. Мен мына жасылды дұрыс қарамадым жалпы. Жасыл жанып тұр екен. Еще біз басты жолдамыз, құрметті достар. Ол жақтан мынандай басты жол знагы жоқ вообще. Соған мән бердім да. Бұл жерде жүк автокөлігі бірінші өтеді екен. Сосын трамвай және жеңіл автокөлік. Анықтаманы оқысаңыздар болады. Өте керек болады бұл. 9. Осы учаскеде автобустың жүргізушісіне тұраққа рұқсат етіледі ме дейді. Автобус. Так, бұл жерде бізде тұрғын аймақ әлі аяқталмаған, тұрғын аймақтың ішіне қойып тастады. Егер біз мынадан шығатын болсақ, мына жерден, сол кезде аяқталады, Тыйым салынады негізі бұндай 3,5 тоннадан асатын жүк автокөліктері автобустарға. Сүйрету кезінде сүйретілетін автомобильде жолаушылардың болуына рұқсат етіледі ме дейді. Рұқсат етіледі. Мана ең бірінші сұрақ қойдым да осы. Осындай бірдей болып келеді кейбір сұрақта, құрметті достар. Сурет ауысып, сөздер ауысып деген сияқты. Кері бұрылған кезде жеңіл автомобиль жүргізушісі кері бұрылған кезде автобусқа жол беріп, кері бұрылуды орындайды. Автобусқа жол бермей бірінші болып кері бұрылуды орындайды. Бұрылуға тыйым салғандықтан тоқтайды дейді. Так, автобусқа жол беріп, кері бұрылуды орындайды, құрметті достар. Кері бұрылуды автобусқа жол беріп. Бізге жүруге рұқсат етіледі, өйткені май қызметкері бізде сол иығымен қарап тұр. Соған да мән беру керек та. Жол беріп, просто бұрыла салам деген сияқты. Май қызметкері басымдық. Соған бағынамыз. Жүргізушісінің көлік құралын алкоголик, есірткілік немесе уытқұмарлық, масан күйдегі басқару әкеп соқтырады. Бізде көлік жүргізу құқығынан 7 жылға айыру және 15 тәулікке қамауға алу. Жол беру талабы нені білдіреді? С варианты бізде дұрыс, құрметті достар. Мынаны оқып алыңыздар. Давайте келесі сұраққа ауысып. Пауза қойып оқып алыңыздар, керек болады өздеріңізге. 14. Мопедті жүргізуге неше жасқа келген? Мопедті бізде 16 жас, қателеспесем. Жауап дұрыс. Мопед көйіп кетті да қалада. Көрсетілген жерге сізге аялдауға болады ма дейді. Автомагистралда тыйым салынады қатаң түрде, өйткені ояқта жоғары жылдамдықпен жүреді. Жүк көлігіне дейін қарамай барлығы жоғары жылдамдықпен жүреді. Сондықтан несі тыйым салынады? Арнайы тұраққа ғана рұқсат етіледі. Бірақ мен егерде бізде кейбір жағдайлар болып қалады, мәжбүрлі тоқтау кезінде неше түрлі жағдай болады да, адам біреу ауру атыру мүмкін, жүрегі айну мүмкін деген сияқты, біреу сыртқа шыққысы келіп, машина бұзылып қалған, сондай кезде рұқсат етіледі жалпы. Мәжбүрлі айналу. Осы жағдайда сізге басы бұзуға рұқсат етіледі ме дейді. Басы бұзуға. Негізі тыйым салынады, көріп тұрсыздар маяқта. Бізде сплошной линия. Бұны кесіп өтсек біз яғни ереже бұзамыз. Негізі тыйым салынады. Егер де мынандай жағдайлар болады, трактордың жылдамдығы 30 км/сағаттан аспаған жағдайда рұқсат етіледі. Так, мәссаған. Сызығын үзік сызық жағынан сондай-ақ басып алу немесе айналып өтуге тақпаған.
мәссаған. Бұл сызық бізге тыйым салады екен, құрметті достар. Негізі қарамайды ондайға. Кейбір сұрақтар бар, осы жақта сплошная линия жатады. Ана 30 км/сағаттан жай жүріп жатса, рұқсат етіледі деген сияқты. Мына жақта түсінбей қалдым. Ескереміз келесіде. Давайте келесі сұрақ. Көрсетілген траекториямен сізге кері бұрылуға рұқсат етіледі ме дейді. Так, осындай кольцевойға келдік. Ертурамызда разворот айналып кетсек. Мәссаған. Әрине тыйым салынады, құрметті достар. Осындай сіздер бұрылатын жерге келсеңіздер, яғни кольцевой, айналмалы қозғалыс. Мұндай жерде бізде разворот жасауға болмайды, яғни кері бұрылуға. Көрсетілген траекториялардың қайсымен сізге солға бұрылуға рұқсат етіледі? Кез келгенімен, құрметті достар, екеуімен де рұқсат етіледі. Ой-ой. Так, бұл жерде түсінбей қалдым, құрметті достар. Көрсетілген траекторияның қайсымен сізге солға бұрылуға рұқсат? Екеуімен де болады ғой жалпы. Нелер знактар неге тұр мысалға? Көрсетіліп тұр ғой бізге. Так. Түсінген бойынша бұл жерде қасыңыздағы жолақтар бос болмау керек дейді, құрметті достар. Бос болған жағдайда болмайды дейді. Давайте мына 18-ші сұрақты кім түсінді, кім нақтылап. Давайте ашығынан комментарийға жазып беріңізші. Қалай түсіндіңіз? Дұрыс түсінбей жатырмын мына сұрақты. Келесі сұраққа өте берейік. Уақытымыз шектеулі. Көлік құралдарын жүру бөлігінде екі қатарға қоюға рұқсат етіледі ме дейді. Екі қатарға. Велосипедтер, мопедтерге және шеткі тіркемесі мотоциклдерге. Так. Бұл варианты дұрыс сияқты бізде. Екі қатарға қоюға рұқсат етіледі бұларға. Тіркемесіз мотоциклдерге. Жолдың осы учаскесінде шеткі оң жақ жолақпен қандай көлік құралдары жүреді? Әрине, бұл жерде бізде маршруттық көлік құралдары. Мәссаған. Жауаптарын дұрыс оқымадым, құрметті достар. Велосипед бар екен, қоғамдық көлік бар екен мына жерде. Так, асығыс болды. Бұл сұрақ аталған кез келгенмен, әрине. Қазір енді мопедтерге болады деп жатыр ма да? Осында автобустың жолдарымен жүруге. Қиылыста орнатылған жол белгілерінің қайсысы жүк автомобильдерінің барлық бағыттардағы жүруіне рұқсат етіледі? Қайсысы жүк автомобильдерінің? Так. Жүк автомобильдері. Барлық бағытта. Барлық бағытта деген қайсы қалай кететін ол? Қиылыста орнатылған жол белгілерінің қайсысы жүк автомобильдерінің барлық бағыттар жүруіне рұқсат етіледі? Мәссаған, құрметті достар, түсінбей жатырмын мен. Екі және төрт дейді. Жол белгілері қайсысы жүк автомобильдерінің барлық бағыттарда жүруіне. Құрметті достар, мына сұрақты дұрыс түсінбедім мен. Давайте келесі сұраққа өтейік. Егер жүргізіп үйрену жолдарында жүзеге асырылса, үйрену жолдарда механикалық көлік құралдарында жолаушылардың болуына рұқсат етіледі ме дейді? Жүргізіп үйренуге.
Тыйым салынғанды басып көрейік. Иә, тыйым салынады. Егер де оқу жаттығу болса, оқытушымен тек оқушының екеуі ғана болу керек, тек қана қалғандары шығарып жібереді. Артық адам керек емес, өйткені жаңадан үйреніп жатыр адам. 23 солға бұрыларда кімге жол бересіз? Солға бұрыларда автобусқа жол береміз, әрине. Болды, тек автобусқа, қалғандар бізге жол береді. Жол белгісін қарасаңыздар, қара қою сызық, ол бізде автобустың жүретін жолы, және біз басты жолдамыз. Келесі сұрақ, до конца талдап тастайық, құрметті достар. Мен жаңа видеодан шығып кеткім келген, сұрақтар түсініксіз бола бастады. Сіздің шаршағаныңыз зейініңізге және реакцияңызға қалай әсер етеді? Так. Нашарлайды, бұл бізде логичный сұрақ. Келесі сұраққа өтеміз. 25. Бұл белгі орнатылған жолдармен тіркемесі бар жеңіл автокөліктерге жүруге рұқсат етіледі ме? Тыйым салынады. Так, мына сұрақта қалай болып кетті, құрметті достар. Бізде тіркемесі бар көліктерге тыйым салынады жол белгісі ғой. Сонда бұл жеңіл автокөліктерге тыйым салмайды екен, Мына тест сұрақтарының ішінде кейбір сұрақтарда осындай жеңіл автокөліктерге жүруге тыйым салынады деп тұрады. Қалай түсінсек болады, құрметті достар? Давайте. Просто жібере салайық. Жоқ, жіберілмейді екен. Мына сұрақ дұрыс емес, құрметті достар. 26. Елді мекенде жүріп келе жатқан жеңіл автокөлік жүргізушісіне осы жағдайда қай жерде аялдауға тыйым салынады? Жол белгісі өткеннен кейін жолдың оң жағына, екі жақтан жол белгісі орнатқан кезге жерге дейін, оң жақтан жол белгісі орнатқан жерге дейін, жол белгісі өткеннен кейін екі жақтан дейді. Оң жағына, оң жағына тыйым салынады, құрметті достар. Ар жақтағыларға тыйым салмайды. Жарақат соғылу кезінде алғашқы көмекті қалай көрсету керек? Суық компрессор басу, соғылған аймақта тыныштық күйде ұстау. Варианты дұрыс. Мұна белгі туннельге жақындағаны туралы ескертеді. Бұл жерде бізде көріну портал шектеулі, өйткені іші қара болып тұр. Қара мінеке, ол шектеулі, яғни іші. Осы жағдайдағы сіздің әрекетіңіз қандай болмақшы? Аялдамай жүруге тыйым салынады жол белгісінің алдына тоқтаймыз, бірінші. Мәссаған. Стоп деген знакта бізде негізі 2-3 секунд тұруымыз керек. Ертең сіздер автодромға барған кезде тоқтайсыздар. Бұл жерде неге тоқтамай кетті? Өйткені бағдаршамда жасыл жанып тұр, Сондықтан тоқтамай жүру өтіп кетті, аялдамай. Келесі сұраққа өтеміз. 30. Осы жағдайда көк автокөліктің жүргізушісі тиісті іс-әрекеті қандай? Көк автокөліктің іс-әрекеті қызыл автокөлікке жол береді, өйткені қызыл автокөлік бізде басты жолда, көк автокөлік жол береді. Келесі сұрақ 31. Көрсетілген қандай жағдайларда жолаушылар тасымалдауға рұқсат етіледі? Жүк тіркемесінде тіркеме үйшікте, фургон шынақта, барлық көрсетілген жағдайларда рұқсат етіледі, барлық көрсетілген жағдайларда тыйым салынады. Фургон шанақ деген түсінбей қалдым, құрметті. Фургон деген типа Альфард сияқты ғой, Альфард, Истима деген машиналар бар ғой бізде. Фургон, типа жүк автокөлігі, Так, фургонда ғана рұқсат етіледі деген, құрметті достар. Келесі сұраққа өтеміз. 32. Мына жағдайда қара автомобиль жүргізушісі тоқтайды. Тура жаяу өтпенің алдында тоқтайды, құрметті достар. Жауап дұрыс. Келесі сұраққа өтеміз. 33. Сіз жеңіл автокөлікпен елді мекеннен тыс жол бойындағы белгілерден өткеннен кейін қандай жылдамдықпен жүруге тиіссіз? 50 км-ден кем емес,
С варианты дұрыс, қателеспесем 50 км-ден кем емес, бірақ сағатына 100 км-ден артық емес. Жауап дұрыс, құрметті достар. 34. Сіз осы жағдайда жаяу жүргіншіге жол бересіз бе? Жоқ, жол бермейміз. Мәссаған. Көлік құралын жүргізуші ережелерін жаяу өткелі бойынша қозғалыс бағытындағы жолдың жүріс бөлігін кесіп өтетін жаяу жүргіншілерге жол береді. Құрметті достар, мынау не болып кетті? Мынау тест сұрақтары. Көлік құралының жүргізушісі реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелі бойынша қозғалыс бағытындағы жолдың жүріс бөлігін кесіп өтетін жаяу жүргіншілерге жол береді, иә? Мына жерде қараңызшы, біз неге жол беруіміз керек қой? Қараңыздар. Ол қайтпай қалғаныз. Видеоны артқары жылжытып қарасаңыздар, анау енді жүріп отқан жоқ пешеходтан. Уже кіріп кетті пешеходтың ішіне, бізге қарай чуть-чуть жақындап қалды. Біз тоқтауымыз керек қой. Яқта жол бересіз бе дейді. Мен тупо баса салдым, өтірік не деп айта салдым да басында жаңағы жоқ деп. Негізі иә. Бірақ мен яқта жоқ деп тұр. Неге біз жол бермейміз оған? ПДД тест мына сұрақты дұрыстап жіберсеңіздер жақсы болар еді. Или мен дұрыс істемедім. Анау қалай кетті мына сұрақшы. Так, 35. Иістен танудың негізгі белгілері. Так, А варианты дұрыс бізде, құрметті достар. Құлақтағы шумен қатар бас айналу, әлсіздік, көз алдының қараңғылауы, аз уақытқа иістен тану, науқастың құлауы, иістен тану. 10 секундқа дейін. 36. Бұл жағдайда жүргізушіге кері бұрылуға рұқсат етілген бе? Кері бұрылуға дейді. Мәссаған. Барлық шектеулі аймағының аяғы белгісін өткеннен кейін рұқсат етіледі, тыйым салынады, рұқсат етіледі. Так. Тыйым салынады, иә? Бұл белгі бізде әсер етпейді, барлық аймақтар, яғни бәрін күшін жойып тастайтын ғой. Бірақ мен тікелей қозғалыс жол белгісін жоя алмайды. Ол келесі, яғни неге жазылып тұр, жол белгісі тек белгілі көрсеткі арқылы көрсетілген уақытта жүруге мүмкіндік береді. Жол белгісінен ең жақын қиылысқа дейін. Ең жақын қиылысқа дейін жүзеге асады, иә? Ал бізде қиылыс жоқ алдымызда әлі. От жерде, егер сіз оңға бұрылуды орындайтын автомобиль соңынан жүрсеңіз, сізге В варианты дұрыс, оның тежеуін алдын ала пайымдау үшін алдағы автомобильдегі алдағы жағдайды қадағалау және арақашықты арттыру ұсынылады. Автобустың бұрылғанын бір қарап тамашалап жіберіңіздер, қалай бұрылған. Қайтадан қосам. Японский дрифт қой деген. Арты айналып кетті басқан. Так, келесі сұраққа өтеміз. 38. Көлік құралының артынан жоғары жылдамдықта және ескерту сигналын берген көлік құралы келсе, сары түсті автомобиль жүргізушісі не істейді? Маргатиді бадыр артынан. Бай тұр, мен өтіп кетейін деп. Қозғалыс жолағын өзгертпестен өз қозғалысын жалғастырады. Оңға қатар ауыстыра отырып, келе жатқан қозғалыс жолағын босатыңыз. Оның жылдамдығы рұқсат етілген болса, оның қозғалыс жолағын өзгертпестен өз қозғалысын жалғастырады. С варианты бізде өте нақты жауап беріп тұр. Егер де ана жер бізде 80 болса, біз 80-мен келе жатсақ, артымыздан біреу маргат етсе, смел жүре беріңіздер, құрметті достар. Өйткені біз заңға бағынамыз, заңға бағынған адам құл болмайды. Ал артымызда көлік құралы маргат етіп қоймаса да, біз өз жолымыздан жүреміз. Өйткені ол ережені бұзайын деп тұр. Так, екі сұрақ қалды. Осы жағдайда көрсетілген қай жерге сізге аялдауға рұқсат етіледі? Тарас, 1, 2, 3 дейді. Неше жер бар бізде? 2 мен 3 әдем кетіп тұр, білем, құрметті достар, бұл жерде көрсетілген барлық жерде рұқсат етіледі. 2 мен 3-те деп жауап бердім негізі. Бір туп ойлағам ғой, бұлай болмайды қоюға. Обязательно бұлай айналдырып қою керек деп. Жауап қате. Соңғы сұрақ қалды. Мән бермеңіздер мына сұраққа. Келесі. Осы жағдайда тоқтап тұрған автомобиль жанынан айналып өткен кезде сізге оған барынша жақын жүру ұсынылады. Егер тоқтап тұрған автомобильдің кенеттен есігі ашылып, немесе одан жолдан өтетін жаяу жүргінші шыққан жағдайда жеткілікті белгі аралықты қамтамасыз ету ұсынылады. Сол жылдамдықпен жүруді жалғастыру ұсынылады. Өйткені сіз
порнографияны жүргізудің қатысты басымдық құқыққа иесіз. Так, В варианты дұрыс деп ойлаймын, құрметті достар. Өте дұрыс. Ал осымен тест талдауымыз аяқталды. Келесі кездескенше бұйырса тағы да видеолар шығады, құрметті достар, YouTube арнаға. Егер де тест сұрақтарын алатын болсаңыздар, комментарийде WhatsApp номер болады, соған жазыңыздар. Ендеше сәттілік.